Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай жөп-жұмсақ өте дәмді сочники дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап біріктіріп аламыз. Міне осылай ұн мен майымызды жақсылап біріктіріп аламыз. Ендігі кезекте содамызды және де шым-шым тұзымызды саламыз. Одан кейін 20% қаймағымызды, яғни сметанды саламыз. Қантымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Және де жақсылап қамыр илеп аламыз. Кішкене қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыз дайын болды. Оны пакетке салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге творог қажет, және де сметан, жұмыртқаның ағы, яғни белок, қант, және де бір ас қасықпен ұн. Ең алдымен осылай творогымызды, қажет деген творогымызды осылай салып аламыз. Творогтың үстіне 20% сметанымызды саламыз. Барлық ингредиенттердің өлшемдерін төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Менде жұмыртқа кішкентай болғасын, 2 жұмыртқаның ағын қостым, яғни белок. Қантымызды саламыз. Және де бір ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап венчиктің немесе вилканың көмегімен езіп дайындап аламыз начинкамызды.
30 минут көлемінде холодильникте тұрған қамырымызды шығарып, осылай қолымызбен жақсылап икемге келтіріп аламыз. Және де қатты қалың, қатты да жұқа етпей, орташа етіп, жақсылап жайып, формасын жасап аламыз. Мен осылай кесенің көмегімен домалақ форма жасап алдым. Жан-жағында артық қалып кеткен шеткі бөліктерін алып, тағы да 3 сочниктің формасын жасауға болады. Осы аралықта пешімізді қыздырамыз. 180 градуста 15-20 минут көлемінде пісіп дайын болып шығады. Бағана начинкамызға белок қостық. Сол белоктың жанындағы сары уызымызды осылай кішкене сүт қосып, сочниктердің бетіне жағып шығамыз. Ой, қозғамашы. Мінекей біздің жұмсақ, өте дәмді сочниктеріміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Сіздермен болған Таңшолпан. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгінгі менің YouTube каналымда осындай өте дәмді, қытырлақ болып шығатын Наполеон дайындаймыз. Бізге ол үшін сары май, жұмыртқаның сарысы, су, тұз және де уксус қажет болады. Ең алдымен осындай морозильниктен шыққан сары майымызды қосамыз ұнға, содан кейін тұзымызды және де 2 жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Одан кейін суымызға 9 немесе 6% алма сірке суын қосып араластырамыз. Сары майымыз еріп кетпес үшін тезірек қамыр илейміз.
Тортты дайындау үшін қолданылған ингредиенттердің барлығының граммдарын описание бөліміне қалдырдым. Мінекей осындай қамыр шығу қажет. Енді қамырымызды 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей тындырылған қамырымыз дайын болды. Тестаның салмағы 132 грамм болды. Мен бұны 5 бөлікке бөлдім. Сіздер торттың биіктігі биік болсын десеңіздер, онда 7-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамырларымызды осылай домалақтап аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Осы уақыт аралығында пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Енді пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаямыз. Кішкене ұн қосып, жайып алсаңыздар болады. Ал енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Мен Три желанияның сгущенкасын және де 20% сметананы пайдаландым. Креміне қаласаңыздар сахарный пудраны қоссаңыздар да болады. Сгущенка мен сметанды миксерлеп алдым. Мінекей біздің креміміз дайын. Тортымыздың корждары дайын болды. Мен крышканың көмегімен домалақ форма жасап алдым. Артық қалған корждарды тортымыздың бетін әрлеуге қалдырып қоямыз. Торттан қалған корждарды қолыңыздың немесе измельчительдің көмегімен езіп аламыз. Тортты холодильникке салмай-ақ, осылай дайын болған уақытында кесіп жей беруге болады. Өте қытырлақ әрі дәмді тортымыз дайын болды. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен YouTube каналымда жасалу оңай әрі балаларға сөзсіз ұнайтын тәтті қосылған печенье дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Печеньемізді дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: бөлме температурасындағы сапалы сары май, жұмыртқа, қант, қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель және ұн. Алдымен сары майға қантты қосып, екеуін жақсылап біріктіріп аламыз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды салып, венчиктің немесе вилканың көмегімен араластырамыз. Осы үшеуін қосып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхительді салып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды жұмыртқалы массамызға 2 бөлікке бөлу арқылы салып араластыратын боламыз.
Достар, алдағы уақытта басқа да жаңадан шығатын видеоларымды көру үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізде осындай қою масса шықты. Негізі бұл печеньеге Қазақстан шоколадын немесе басқа шоколадтарды майда етіп үгітіп, осыған қосса, одан да дәмді болады. Менде дәл сол уақытта шоколад болмаған себепті вареный сгущенка қостым. Дайын тұрған табамызға пергамент төсеп, осы печеньелерді қасықтың көмегімен орналастыратын боламыз. Мінекей, печенье дайын болды. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Таңшолпан.
қайырлы күн достар, сіздермен таңшолпан. Бүгін өте дәмді әрі жұқа болып шығатын блины, яғни құймақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және құмшекерді салып, венчикпен немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін разрыхителімізді, яғни қамыр қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін тұзымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз және де сүтімізді қосамыз. Бұл жерде сүттің майлылығы мен температурасы маңызды емес. Сұйық қоспаларымызды араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып жақсылап араластырып алғаннан кейін қайнаған ыстық суымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздерде де дәл осындай қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса шығу қажет. Сұйық массамызды алдымен табаға құймас бұрын табамызды шамалы майлап аламыз. Содан кейін табаға орналастырып, осындай тесіктер пайда болғанша, асты қызарғанша ұстаймыз. Құймақтарымызды осылай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет видео рецепттер шығаратын боламын.
Мінекей достар, менің құймақтарым осылай әдемі болып, екі жағда қызарып, тәтті жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ас болсын. Баршаңызға сәлем, сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге бір жасағаннан керемет болып шығатын творожный пирогтың дайындалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды, құмшекерді және бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұн, қамыр, қопсытқышты салып, жақсылап қамырлейміз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін алдымен сметанымызды, сонан соң творогымызды ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін кукурузный крахмал, жұмыртқа мен құмшекерімізді салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Начинкамыз дайын. Менде Поклан фирмасының пергаменті. Осы пергаментімізді арнайы формаға салып, қамырымызды осында орналастыратын боламыз. Қамырымызды формаға жақсылап орналастырғаннан кейін бағанағы начинкамыз ішіне құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Творожныйымыз дайын, ас болсын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды және құмшекерімізді таза ыдысқа салып, 2 есе ұлғайғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде менде жұмыртқа S1 категориялы жұмыртқа. Сіздерде сондай жұмыртқаны пайдалануға кеңес беремін. Міне біздің жұмыртқамыз бен құмшекеріміз осындай үлкен болып миксерленді. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Менде 72,5%-лық станичный сары майы. Мен кез келген пирогқа осы сары майды қолданамын. Сары майымызды да жақсылап миксерлеп аламыз.
Сары майды миксерлеп болғаннан кейін йогуртымызды қосамыз. Мен йогуртовый пирогқа живой йогуртты қолданамын. Йогуртымызды да жақсылап миксерлеп аламыз. Йогуртымызды қосып, жақсылап миксерлеп алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхительді қосып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды бірден барлығын салып жібермей, 2 бөлікке бөліп, алдымен жартысын саламыз, содан кейін қалғанын салып араластырып аламыз. Видеода көргендеріңізде мен тек ұнымыздың жартысын ғана салдым, миксерлеп алдым және енді тағы да жартысын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай қою масса пайда болады. Осындай формаларыңызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қою массаны құйып орналастырамыз. Бұл жерде менің формам 24 сантиметрлік. Сіздер өздеріңізде бар ыңғайлы формамен жасай берсеңіздер болады. Массамызды құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, әдемілеп аламыз. Сөйтіп, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің йогуртовый пирогым дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Йогуртты өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Ал мен йогурттың өзін жағып, бетіне дән септім. Сол кезде өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет видеолар шығаратын боламын. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай үгітілмелі рогалики дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тоңазытқышта тұрған сары майымызды ұнға аунату арқылы теркадан өткізіп аламыз. Менде 72% сары май. Сіздер соны қолдансаңыздар болады.
Барлық сары майымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Одан кейін қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосамыз. Жұмыртқамызды және сметанымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін целлофанға салып, холодильникке 1 сағатқа немесе морозильникке жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Мінекей, менің қамырым холодильникте 1 сағат тұрды. Енді осыны 2-ге бөліп, жақсылап қамыр жаямыз. Қамыр жайып болғаннан кейін сіздер өз қалауларыңызша пышақпен кессеңіздер де болады. Мен ирек-ирек пышақты пайдаландым. Енді рогаликтерімізді жақсылап орап, табаға орналастырамыз. Мінекей, менде 24 штук шықты. Енді алдын ала қыздырылған пешке салып пісіріп аламыз. Мінекей, үгітілмелі рогаликтеріміз дайын болды. Енді пештен шыққаннан кейін ыстықтай бірден бетіне сахарная пудраны сеуіп қоямыз. Барлық жеріне сахарная пудраны септім. Мінекей, арасын ашып көрсетейін. Өте жұмсақ, дәмді ас болсын.
Қадірлі күн достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін сіздерге үйдегі бар заттармен оңай әрі тез дайындалатын жұп-жұмсақ печеньенің рецептімен бөлісетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен бізге печенье дайындау үшін жұмыртқа, құмшекер, ванилин, тұз, қамыр қопсытқыш, сұйық май, су, какао және ұн қажет. Алдымен жұмыртқа мен құмшекерді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ванилин, тұз, разрыхителімізді салып араластырамыз. Сосын сұйық май, су қосамыз және ұнымыздың жартысын қосамыз. Содан кейін какаомыз бен қалған ұнымызды қосып жақсылап қамырлейміз. Енді дайын болған қамырды оқтаумен қатты жұқа қылмай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Одан кейін өз қалауларыңызша түрлі формада печенье жасап, пешіміздің ыдысының бетіне пергамент қағазын төсеп, печеньелерді сонда орналастырамыз.
Содан кейін бетіне сахарная пудра сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Міне печеньеміз дайын болды, жұп-жұмсақ болады және өте дәмді болады. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып пікір қалдырыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Кексімізді дайындау үшін ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға құмшекерді қосып араластырамыз. Одан кейін ванильный сахарымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де 3 жұмыртқамызды салып, оны да араластырамыз. Бұл дайын болған қоспамызды қоя тұрамыз. Одан кейін мейізімізге қайнап тұрған ыстық су құйып қоямыз. Бағанағы қоспамызды одан әрі қарай жалғастырып араластыра береміз. Одан кейін ұнымызға разрыхительді қосып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы сұйық қоспамызға қосып араластырамыз. Ұн қосылған қоспамызды әзірше қоя тұрамыз. Ендігі кезекте мейізімізді ыстық судан алып, салфеткаға салып, құрғатып аламыз.
салфеткамен құрғатып алғаннан кейін оны ұнды қоспамызға салмас бұрын мейізге бір қатсық ұн қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ана қоспамызға қоса беруге болады. Негізгі қоспамызға мейізді қоспас бұрын миксермен жақсылап іртіктерін езіп аламыз. Одан кейін мейізімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Енді дайын болған массамызды арнайы формаға құйып, жақсылап қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Кекстің пісу уақыты ұзағырақ, 160 градуста 80 минутта пісіріп аласыздар. Көтеріліп, өте жақсы болып піседі. Сіздер кез келген формаға салсаңыздар болады. Менде өзімде осындай арнайы форма бар. Сондықтан осыған салып пісірдім. Сіздер қалаған формада пісіріп алуға болады. Мінекей біздің кексіміз шықты, ыстықтай болып тұр, күшті болып көтерілді. Қазір арасын кесіп көрсететін боламын. Мінекей кексіміз дайын, ас болсын. Сіздермен болған Таңшолпан.